Армысыздар, құрметті әңгіме сүйер қауым. Әйел әлемі арнамда ұзақ әңгімелер арасында маған жиі келетін оқырман хаттарын да салып отыратын боламын. Пікір бөліміне, хат иелеріне деген өз ойларыңызды, ақыл-кеңестеріңізді қалдыра аласыздар. Оқырман хаты. Арсыз құрбыма сеніп жүріппін. Мен Ақтөбе облысының тумасымын. Мектеп қабырғасынан шыққаннан кейін Алматы қаласына жоғары оқу орнына оқуға түстім. Тобымызда Қазақстанның әр аймағынан келген қыз-жігіттер баршылық еді. Мен өз оқу орнымның жатақханасына орналасқан болатынмын. Осы жерде тараздық Жанар деген қызбен танысып, онымен екеуміз жақын құрбыдай болып кеттік. Екеуміз бір топта оқитынбыз. Достығымыз бірінші курсқа түскеннен басталды. Жанар сондай қарапайым, ақылды қыз болатын. Артық қулық сұмдығы жоқ еді. Өсек аяңға да жақын емес болатын. Өз-өзімен жүретін, момын, сабырлы қыз болатын. Осы орайда қазақтың жуастан жуан шығады деген сөзін ескермеген екенмін. Сондай-ақ құрбыңа ешқашан сенбе деп әпкем жиі айтатын. Екінші курстан кейін көрші факультетте оқитын Айдар есімді жігітпен танысып, екеуміз бір-бірімізді ұнатып, қыз-жігіт болып кездесіп жүріп жаттық. Жігітім өте парасатты, білімді жігіт еді. Жатақханада біз тұратын бөлмеге мені іздеп жиі келіп тұратын. Курстағы қыз-жігіттер Айдар екеуміздің махаббатымызға қызыға да қызғана қарайтын. Олар бүгінгінің қыз жібегімен төлегенсіңдер деп көп айтатын. Сонда мен оларға қарап, қойыңдаршы, қыз жібек пен төлеген екеуі өмірде жолы болмаған махаббат иелері ғой. Ал біз үйленуге бір шаңырақтың астында мәңгі бірге тұруға келісіп қойдық. Әлі біздің тойымызда боласыңдар деп мен масаттана мәз болушы едім. Алайда біздің ортамызға түскен арсыздың арқасында Айдар екеуміз айырылысып кеттік. Жанар құрбыммен екеуміз жатақхананың 2 адамдық бөлмесінде тұрушы едік. Маған келіп жүргенде Айдар Жанармен де жақын таныс болды. Кейде жатақханада мен болмай қалған кездері жігітім келсе құрбым шай беріп жібереді екен. Оны өзі, сен жоқта өзіңді іздеп Айдар келіп кетті. Оны құр жібермей, шай жөндеп, нан ауыз тигізіп жібердім деп жымиып отыратын. Сөйтсем, Жанар бекерге жымимайды екен. Онда бір сыр бар екенін кейін ұқтым. Қызығы мен шыжығы мол студенттік өміріміз бір сарында өтіп жатты. Жаз келіп студенттер жазғы демалысқа ауыл-ауылға тарап кетті. Мен Ақтөбедегі туған үйіме қарай жолға шықтым. Жанар Таразға, ал Айдар туған жері Семей қаласына кеткен болатын. Алыста болсақ та Айдармен телефон арқылы күніне бірнеше рет хабарласып, сағынышымызды басып, әңгімелесіп жүрдік. Осылай жүргенімізде бір күні әдеттегідей Айдар хабарласып, Сәуле, мен бір жұмыстарыммен шалғай жерге кетіп барамын. Біраз уақыт хабарласа алмайтын шығармын. Мені іздеп уайымдама, маған ренжи көрме дегенде, мен ойымда ештеңе жоқ оған. Жаным, неге ренжейін, жұмысыңды алаңдамай бітіріп ал. Аман сау жүрсең болды. Өзің байланысқа шығарсың деп түсіністік танытып, жылы қоштасып, амандығын тілеп қала бердім. Алайда Айдар сол күннен бастап телефонын сөндіріп, сол кеткеннен үнсіз, еш хабарсыз мол кетті. Оны уайымдап жүргенімде бір күні оқу орнындағы бір курста оқитын таныс құрбым хабарласып, Сәуле, сенің Айдарың жан құрбың Жанарға үйленіп алыпты ғой, жақында тойы болыпты, мұнан хабарың бармай еді өзі дегенде төбемнен жай түскендей болды. Марал, қойшы, осындайда қалжың болады ма екен деп оның сөздерін әзілге баладым. Сөйтіп едім, Марал, Сәуле әзілім емес, маған сенбесең тобындағы тойында болған достарынан сұра. Оларды жақсы танисың ғой, мен сенің хабарың бар шығар деп ойлап едім. Ренжімеші деп өзі ыңғайсызданып қалды. Мен не істерімді білмей қалдым. Тұтқаны қоя салып, айғайлап жылап, жынданып кете жаздадым. Түні бойы көз жасыма ие бола алмай ағыл-тегіл жылаумен таңдатырдым. Ертесінде Айдардың тобындағы достарына хабарласып, Маралдың сөзінің растығына көзім жетті. Сөйтіп Айдардың жаңа номерін сұрап алып,
оған хабарластым. Сөйтіп едім, Айдар бәсең дауыспен: «Кешір, Сәуле, жағдай солай болып қалды. Мен сені сүйемін деп жүріп, Жанарды сүйіп қалдым. Кешірші», деп телефонды өшіре салды. Мен тұрған жерінде сылқ етіп орындыққа отыра кеттім. Қалайша бұлай болғаны? Мені жақсы көре тұра, Жанарды сүйіп қалдым деген қалай деп ойым сан-саққа кетті. Жүрегім қысылып ауырды. Содан бөлмеме бардым да жатып қалдым. Үйдегілерге ішкі күйімді білдірмедім. Анама басым ауырып мазам болмай жүр деп қоя салдым. Осылай қанша жатқанымды білмеймін, көзімді ашсам, бөлме іші ала көлеңке, кеш түсіп келе жатыр екен. Орнымнан тұрмақ болып жатқанымда телефоным шырылдай жөнелді. Тұтқаны көтерсем, баяғы жан құрбым Жанар екен. «Сәулежан, Құдай үшін кешіре көрші. Бұл жерде Айдардың ешқандай күнәсі жоқ. Бәріне мен бейбақ кінәлімін. Айдар алғаш көргенде ақ оған ғашық болып қалған едім. Алайда мұны ешкімге білдірмей оған деген сезіміммен іштей арпалысып жүрдім. Екеуіңнің махаббаттарыңды бұзғым келмеді. Алайда өз сезімдеріме ие бола алмай, Айдар сені іздеп келгенде сенің жоқтығыңды пайдаланып, оған жылап тұрып ғашық екенімді айттым. Ол кезде сен қаладағы әпкеңнің үйіне қонуға кеткен едің. Айдар бұрылып кетпекші болып еді, есікті іштен бекітіп, қолынан ұстап, менімен бірге қалуын өтініп, жылап тұрып алдым. Тіпті өлетінімді, онсыз өмір сүре алмайтынымды айтып егілдім. Сөйтіп едім, ол жанымда бірер сағат жұбатып отырды. Мен жібермеген соң, сол түні екеуміз бірге болдық. Сол түннен кейін Айдар мендік болды. Бірақ саған сол кезде айтуға мен де Айдар да батпадық. Түк білмегенсіп жүре бердік. Ақыры міне үйленіп тындық. Саған сатқындық жасап, сүйгеніңді тартып алғаным үшін кешірші мені. Айдарды сен қалай сүйсең, мен де солай сүйдім. Оны саған қимадым. Оны өзіме айналдырып алдым. Сен әлі жап-жассың ғой, бар өмірің алда. Бақытты болуыңа тілектеспін деп жылап жіберді. Оның бұл сөзіне қатты ашуландым. Сөйттім де оған: «Мен қалай бақытты боламын? Менің бақытымды сен ұрлап алдың ғой, опасыз оңбағандар», деп ызаға булығып жылап жібердім. Телефонымды жерге атып ұрып шағып тастадым. Сені сүйемін, мәңгі бірге боламыз деп жүрген сүйіктім Айдардан, жаны таза адал досым деп жүрген Жанардан да мұндай сатқындық, опасыздықты күтпеген едім. Олардың маған істеген опасыздықтарына күйініп, өз-өзіме қол жұмсағым келді. Алайда мұндайға бір күш жібермеді. Бәлкім жанның тәттілігі болар, мүмкін менің әлсіздігім болар. Өз-өзіме қол жұмсауға тәтім бармады. Осылай қам көңілмен жүріп, жүрегім жаралы, сыртым бүтін, ішім түтін болып, жазғы демалыс аяқталғанда Алматы қаласына оқуға қайта оралдым. Баяғы жатақханадан бөлме алып, сонда орналастым. Жанар мен Айдарды университетке келгенде бірақ көрдім. Жанармен шаш шуылысып, бет тырнасып жатпадым. Өзімді олардан жоғары ұстап, сәлемдеріне суық қана бас изеп амандасып, жандарынан өтіп кеттім. Екеуі естуімше пәтер жалдап тұрады екен. Жанармен күнде сабақта бір аудиторияда отыратын едік. Бірақ мен одан, ол менен қашқақтап жүретінбіз. Екеуміз екі бөтен адамдар секілдіміз. Тіпті ешқашан дос құрбы болмаған секілдіміз. Бұл жағдай маған өте ауыр соқты. Кейде Айдарды көріп қаламын. Қайтарда аудиторияның алдында Жанарды тосып тұрады. Мен оны байқамағансып жанынан өтіп кетемін. Ол да мені көріп қалса қашқақтайды. Бірақ артынан маған қарап тұрған Жанарын сеземін. Іштей, бәлкім мені әлі де сүйетін шығар. Жанарға оны аяғаннан үйленген болар. Мүмкін түбі маған қайтып келер деген үміт сәулесі сөнген емес. Бірақ өзіне деген ақ адал махаббатын тәрк етіп сатып кеткен опасыз адамды кешіруге болады ма, деп іштей қатайып қаламын. Дегенмен Айдар өз ісіне өкініп, алдыма келіп жатса, қандай шешім қабылдайтынымды білмеймін. Өйткені оны әлі де сүйемін. Оған деген сезімім жүрек түкпірінде маздап жанған оттай сөнген емес. Әңгіменің соңы. Құрметті тыңдарман,
Сәулеге өз тарапыңыздан қандай ақыл кеңес берер едіңіздер? Ой түйінін өздеріңізге қалдырдым. Амандықта болайық. Көркемдеп өңдеген және дыбыстаған Жазира Тулешова.